Балалармен сөйлесудің өзі үлкен өнер. 3-4 жаста баланың тілге, оның дыбысталуына, мағынасына ерекше қызығатындығы байқалады. Дәл осы кезең баланың тілін дамытуға ең қолайлы кез. Алайда біз егіздерімізді 1,5 жасынан бастап кітаппен, жануарлармен таныстықты бастаған едік. 3 жастағы баланың сөздік қоры шамамен 300-ге жуық болады. Оның көбісі түсініксіз келеді. Ойындағысын түсіндіре алмайды. Сол кезде баланың айтқанын түсінген кейіп танытамыз. Бұл бала үшін өте маңызды. Мынау бізде Леопард. Сізден не? Муз. Сиырды. Сиыр. Молодец. Мүйізі. Мүйізі бар сиыр. Ой, молодец. Мынау бізде итті. Ет. Итті мә қойып қой. Мынау бізде Анжу. Мәсі бар. Молодец. Тигр. Тигр. Молодец. Мынау бізде. Не анау бізде? Бә. Бұл да бәмі. Қойылмайна. Деді ма? Маржан, мынау не? Маржан, атын айтып қойып отыршы, балам. Мынау бізде динозавр. Мынау что, Маржан? Динозавр, молодец, қызым. Ол сол жерге қояды. Мынау бізде сиыр. Мынау бізде Молодец. динозавр. Мынау бізде көп қой динозавр бізде. Динозаврдың аяғы қайда динозаврдың аяғы? Кән аяғы? Ат қайда? Әдемі болды. Кәнім Інжу аттарың? Маржан атын біреуін берші Інжу. Бір атын берші. Шашпандар. Мұрны. Аяғы кәнім леопардтың аяғы. Леопардтың аяғы. Құлағы кәні леопардтың. Кәні? Құйрығы кәні леопардтың. Қызым. Маржан, мынау не? Көз. Мынау не? Құлағы. Мынау не? Мұрны. Мынау ше аяғы ма?